Ассалаумалейкум достар. Бүгін мен соңғы көрген подкасттарымнан жүрекке жақын 3 ой және 3 сабақпен бөліскім келеді. Тыңдаған дүние ол сол жерде қалмауы керек. Ой ол санаға түскенде ғана құнды болып есептеледі. Сол үшін мен көргенімді, түйгенімді сіздермен бөліскім келеді. Соңғы рет аты жоқ подкаст 9 сұхбатын қарап шықтым, және де одан түйген бірінші ойым ол адамды сынама. Яғни осы подкастта Нұрсұлтан Рысманбетұлы айтады, Хасан Басридің бір сөзін келтіріп айтады да, ол жерде бір бауырым қателескенде оны сөккен едім дейді. Арада 15 жыл өтті, дәл сол қателікті өзім қайталадым дейді. Сондықтан сүрінген жанды тілге тиек етпе, кезек бәрімізге ортақ деп келтіреді. Енді бұл сөз маған өте қатты әсер етті. Біз көбіне біреудің кемшілігін тез көреміз, бірақ өзіміздің мінімізді байқамаймыз. Адамның құлаған әңгіме ету ол бәрімізге де оңай, ал оны ұстап көтеру ол жүректің ерлігі болып есептеледі. Енді бұдан қандай сабақ алдым десең, біреуді сөгу ол биіктік емес, ал түсіністік ол даналық. Енді менің екінші түйген ойым ол сөздің құны мен қуаты. Дастан Құрманбаев айтады, көп адамның тағдырын әрекет емес, сөз қиратқан дейді. Бұл рас, бір ауыр сөйлем адамды әлсіретіп, бір жақсы сөз қайта тірілте алады. Сосын Дастан Құрманбаев айтады, өтірік сиқырдан да өткір, сиқыршы бір жылда бұза алмағанды жалған сөз бір-ақ сәтте шайқалта алады дейді. Шынымен де қарасақ, тіл ем де, тіл жара да бола алады. Оны қалай қолдану ол біздің қолымызда. Егер шын пайда бере алмай жатсаң, онда зиян тигізбе дейді. Өйткені бұның өзі бір жақсылық, бір үлкен хайыр. Енді үшінші түйген ойым ол қабілет аманат. Бұл енді маған өте қатты әсер етті. Абылай Кенжеұлы айтады, саған берілген қабілет ол сенің меншігің емес дейді. Ол уақытша аманат дейді. Егер оны игілікке жұмсамасаң, Алла Тағала ол нәрсені басқа біреуге беріп қояды дейді. Ойландыратын сөзді, әр адамның қолында Алла берген өнер, ақыл, сөз, жүрек бар. Егер ол өзгеге пайда әкелмейтін болса, ол бір күні сөніп қалады. Қолымыздағы жарықты бөлсек, ол көбейе береді. Ал жапсақ, оны өшіп қалады. Егер де біреуге пайда әкелмесе, ол сіздің қабілетіңіз, онда Алла Тағала оны басқа біреуге беріп қояды екен. Енді бұдан түйгенім, сабағым, жаратылған мүмкіндікті жандандыру ол міндет болып есептеледі, ал оны құр ұстау ол ысырап болып саналады. Енді қорытынды ретінде мен осы подкасттан 3 ой алдым. Бірінші, қателескенге тас емес, қол созу керек. Екінші, ол сөз жауапкершілік. Үшінші алған ойым ол қабілет аманат, ал оны бағалау міндет. Енді осындай мәні бар ойларды алдағы уақытта да жинап бөлісіп отырамын. Қосылыңыздар, тыңдайық, түйіндейік, бірге өсейік.